Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз ықтималдықтың о деңгей есептерін бастайтын боламыз. Бірінші есеп, екі ойын сүйегі лақтырылды, түскен сандардың көбейтіндісінің мәні 5 санына тең болуының ықтималдығын табыңыз. Яғни бізде бірінші ойын сүйегінде бізде 6 жағдай бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екінші ойын сүйегінде тура осылай 6 жағдай бар. Енді осы екеуінен белгілі бір сандар шығады, ол екеуін көбейтінше 5-ке тең болады. Яғни бізде біріншісінде ол 1 болып, екіншісінде 5 болатын болса, екеуін көбейтсек бізде 5 шығады. Сол сияқты мына жағдайда қарама-қарсы болады. Басқа ешқандай жағдайда бізде шыққан сандар 5-ке тең болуы мүмкін емес, яғни көбейтіндісі. Сонда біз ықтималдықты табатын болсақ, яғни бағаны бізде барлық мүмкін жағдай ол 2, керек жағдай 2, ал барлық жағдай бізде 36. Яғни 6-ны 6-ға көбейттік. Егер де 3 ойын сүйегі болатын болса, 6-ны өзіне 3 рет көбейтемін деп бөлшекке жазып қоямын. Бұдан бізде 1 бөлінген 18 деген жауап шығады. Келесісі. 1 тиын 2 рет лақтырылды. Ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңыз. Яғни бізде 2 тиын бар. Қателестім, 1 тиын бар. Яғни ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табайық. 2 рет лақтырсақ. Яғни k тең 1-ді табамыз. Бұл бірінші есеп. K тең 1-ді табамыз. Яғни оның ықтималдығы қай болады? 2-ден 1, яғни ол. Бізде барлық жағдай ол 2. Яғни тиынның 2 жағы болғандықтан барлық жағдай 2. 2-ден 1 деген ол елтаңбаның түсуі. Ал екінші рет лақтырған кезде санның түсуі ол 2-ден 1. Сонда бұның жауабы 4-тен 1-ге тең болады. Яғни 1 рет болсын елтаңбаның түсуі. Ал енді 2 рет елтаңбаның түсуі керек болатын болса, онда біз басқа айта аламыз. Яғни бізде бірінші лақтырылған кезде ол не елтаңба болып түседі, не сан болып түседі. Немесе бірінші лақтырғанда ол сан болып түседі, екінші лақтырғанда ол елтаңба болып түседі. Сонда екеуін біріне қосатын болсақ, бізде 2-ден 1 деген жауап шығады. Енді біздің барлық ықтималдығымыз ол осы екеуінің қосылысына тең. 4-тен 1-ге 2-ден 1-ді қосқанға тең. Бұл 4-тен 3 болады. Жауабы 4-тен 3. Екінші есеп, 3 тиын лақтырылды. 3 тиын лақтырылды. 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңыз. Енді біз ойлайық, қараңыздар. Мына бірінші тиынымыз елтаңба болып түссін, екінші тиынымыз елтаңба болып түссін. Үшіншісі сан болып түседі. Немесе біріншіміз елтаңба болып түседі, екіншіміз сан болып түседі, үшіншіміз елтаңба болып түседі. Немесе біріншіміз сан болып түседі, қалған екеуі елтаңба болып түседі. Яғни бізде осы 3 жағдайды қарастырамыз. Яғни біріншісінің ықтималдығы, яғни елтаңба түсуінің ықтималдығы 2-ден 1, және екіншісінікі 2-ден 1. Көбейтеміз. Оның наның сан болуы, ол да 2-ден 1. Қосамыз, бұны таба тұрсақ, қосамыз. Біріншісі бізде елтаңба болады, ол 2-ден 1. Екіншісі сан болады, 2-ден 1. Үшіншісі де елтаңба болады, 2-ден 1. Енді үшінші жағдайға да тура осылай орындалады екен. Онда бізде мына жерден 8-ден 1 шығады. Мына жерден тағы да 8-ден 1. Үшіншісінен де тағы да 8-ден 1 шығады. Бұл барлығын қосатын болсақ, 8-ден 3 деген жауап дұрыс болады екен. Үшінші есеп. Емтиханға 1-ден 25-ке дейінгі нөмірленген билеттер дайындалған. Бір оқушының кездейсоқ алған билеттің нөмірі 1 таңбалы сан, 2 таңбалы сан болуы ықтимал сандар. Бірінші есепке қарайық. 1 таңбалы сандар ол бізде 1-ден 9-ға дейінгі сандар. Бұлардың барлық саны бізде 9-ға тең. Яғни бізде 9 сан бар. 1 мен 9-дың арасында 1 таңбалы. Яғни бізде барлығы 1-ден 25-ке дейін нөмірленген дейді. 1-ден 25-ке дейін нөмірленген болса, бұның арасында бізде 25 сан бар. Осы жерін түсіндік па? Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сияқты 26 сан бар. 25 сан бар. Енді бізге керек барлығы 9 жағдай. Одан 25 саннан 9-ын таңдаймыз. Біздің жауабымыз осы қалай, яғни ағай қысқарту болатын болса,
10 дейміз, бірақ біздің мына жағдайда қысқарту амалы жоқ. Екіншісі, 2 таңбалы сан болуы, яғни ол 10-нан 25-ке дейінгі сандар. Бұның арасында бізде неше сан бар? 15, 16 сан бар. Яғни 10, 11, 12, 13 дейтін 25-ке дейінгі сандардың барлық саны 16. Ал бізде жаңағы айтқандай барлығы 25 сан бар. 25 түзеп қойсақ, 25. Сонда p-мыз 16 бөлінген 25-ке тең. Осы жауап дұрыс болып қабылданады. Келесі 2 таңбалы сан таңдап алынды. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын таныңыз. Келесі 2 таңбалы сан таңдалды. X деген бір сан. Бірінші, алынған сан 0-мен аяқталады. Бізде 0-мен аяқталатын 2 таңбалы сандар ол бізде 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 0-мен аяқталады. Енді біз барлық 2 таңбалы сандарды тауып, ол бізде 10-нан 99-ға дейінгі сандардың жиыны. Бұл жерде бізде 99-дан 10-ды алып 1-ді қосатын болсақ, бізде барлығы 90 сан бар екен. Яғни барлық жағдай бізде 90. Демек бізде бірінші жағдайымызда мына жерде бүкіл сандар ол бізде 1, 2, 3, 4, 5, 9 сан бар. Яғни бірінші есептің жауабы ол 9 бөлінген 90-ға тең. Яғни 10-нан 1-ге тең. Екіншісі, алынған сан бірдей цифрлардан құралған. Яғни ондай сандар бізде ол 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 және 99. Бұлардың барлық саны бізде 5, 9-ға тең тағы да. Яғни бұл да жаңағы сияқты p-мыз 9 бөлінген 90, яғни 10-нан 1-ге тең. Үшіншісі, алынған сан 27-ден артық, 46-дан кем болсын дейді. Яғни 27-ден артық, 46-дан кем. Бұл жердегі барлық сандар бізде 27-ден басталмайды, яғни 28-ден басталады. Бұндай сандар бізде қанша бар? Санайтын болсақ, бізде 18 сан бар. Бізде 27-ден артық келсе, бұл осындай тік жақшамен белгіленеді. Яғни бұның барлығы ішінде 18 сан бар екен. Яғни p-сыны табатын болсақ, бізде 18 бөлінген 90-ға тең. Екеуді 9-ға қарап, 2 бөлінген 10 немесе 5-тен 1 деген жауапты белгілей салады екенбіз. Төртінші есеп. Алынған сан бүтін санның квадраты болсын дейді. Яғни бүтін санның квадраты болатында ол бізде яғни ол 2 таңбалы сан бөлек, олар 16, 25, 36, 49, 64, 81. Бұлардың барлық саны біз көріп тұрғандай 6 ғана екен. Демек, p-е дей салайық, 6 бөлінген 90, 1 бөлінген 15-ке тең. Екеуі де 6-ға қысқарады. Келесі, төменде берілген оқиғалардың орындалу жиіліктерін таныңыз. Сатып алынған 5 лотереялық билеттің 30 билеті ол, яғни бізде n 5-ке тең, ал бізге керегі 1 ғана 30 болды. Демек, бұның ықтималдығы 1 бөлінген 5-ке тең. Екіншісі, сатып алынған 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билет болып табылады. Яғни n 100 лотереялық билет, оның 4-еуі 30 болатын болса, m-іміз 4-ке тең. Яғни p-тен 4 бөлінген 100-ге. Ол 1 бөлінген 25-ке тең. Үшіншісі, алынған 20 оқтың 6-ын санаға тиген. Барлығы 20 оқ. 6-ын санаға тисе, онда ықтималдығымыз 6 бөлінген 20. Екеуі де 2-ге қысқарады, 3 бөлінген 10. Төртіншісі, 30 күн дейді. n-тен барлығы 30 күн, оның 12-сі ашық болды. Демек, ықтималдығымыз 12 бөлінген 30. Екеуі де 6-ға қысқарады, 2 бөлінген 5-ке тең. Жалпы бүгінгі осы оқушылар сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.